Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еркош KZ. Мен бүгін достар сіздерге қалай Майнкрафттың хардкор режимін қалай тартуға болатынын көрсетемін, және ол хардкор режимді Майнкрафтқа қалай қосатынын көрсетемін. Ендеше біз достар видеоны бастаймыз. Әуелі достар біз Google-ге кіреміз. Біз әуелі хардкор режимді достар Google-ден тартатын боламыз. Және достар сіздер Google-дың іздеу жолына поискқа осылай жазасыздар: скачать мод хардкор дейсіздер. Және достар іздейсіздер. Сол кезде достар сіздер ең біріншісіне кіресіздер. Мінекей ең біріншісіне кіресіздер сіздер. Так, достар кірсін. Мінекей сіздер ең біріншісіне осылай кіргеннен кейін так сіздер осылай қазір мынаны басасыздар. Мінекей осылай астына түсесіздер де достар. Осылай астына түсе бересіздер. Сол кезде мінекей достар екі скачать дейтін міне екеуі шығып тұр. Сіздер оның қайсысын тартатынын білмей қаласыздар. Сіздер ол үшін мынаны тартасыздар. Мінекей достар сіздер ол үшін мынаны скачать етіп алыңыздар. Мінекей мен сізді көрсетіп жатырмын. Мінекей дәл осыны скачать етіп алыңыздар. Және достар осы жерде скачать дейтін кнопканы осылай басасыздар. Сосын достар мінекей қараңыздар. Астына түскенде осылай скачать бесплатно дейтін әшекке шығып тұрады. Бірнеше секунд күтесіздер және скачать бесплатно дейтін шығады. Мен достар уже хардкор режим тартып қойған болатын, сондықтан скачать бесплатно баспаймын. Бірақ сіздер осылай басып соны скачать етіп алғаннан кейін Майнкрафтқа сіздер кіресіздер. Сосын қазір сіздерге көрсетемін. Және достар сіздер Майнкрафтқа кіргеннен кейін мына жерде тұрған настройки дейтінді басасыздар достар. Майнкрафтқа хардкорда қалай қою керектігін көрсетемін. Мінекей осы настройки дейтінге кіресіздер достар. Және кіргеннен кейін астына түсесіздер де достар. Мына жерде глобальный дейтін ресурс, глобальный ресурсы деген тұр. Осына басасыздар. Және достар мына жерде мой набор деген тұр. Осыны басасыздар да. Мына жерде хардкордың суреті тұр. Соны басасыздар да. Активировать дейтін басасыздар. Все достар, сосын сіздерге Майнкрафт хардкор қосылатын болады. Мінекей достар сіздерге мінекей экраны осылай шығады. Және достар қазір мен бір Майнкрафттың любой выживание миріне кіретін боламын. Және достар сіздер Майнкрафттан любой бір выживание мен создать ететін кезде сіздер былай істейсіздер: набор ресурсов дегенде басасыздар. Сосын мына жерде тағы да мой наборы дейтінді басасыздар. Сосын мына жерде хардкор тұрады, оның астында активировать деген басасыздар. Все достар. Сосын сіздер создать деп басып мирді создать етесіздер. Все достар, қазір менде мир создать етілсін. Мінекей достар мен мейірімді создать еттім. Енді мінекей достар мына жерде көріп тұрғандарыңыздай біздің жай ғана жүрекшеміз мінекей достар осындай хардкор сияқты айналды. Хардкор әлеміне айналды. Мінекей достар уже көріп тұрғандарыңыздай мен жерде сызып көрсеттім. Біздің мына выживаниеміз енді хардкор болады достар. Және сіздер любой выживание ашып жаңағыдай мен сияқты істесеңіздер, хардкорда Майнкрафтқа қойып, сіздер осылай хардкор режимінен шығатын боласыздар. Осымен достар мен видеом аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Еркош KZ. Сау болыңыздар.